Так, саламатсыздар оқушылар, 6-шы сабақты жалғастырамыз. Кванттық физиканың бірінші сұрақ бұл бізде столетов болады. Яғни фотоэффект құбылысын алғаш зерттеген ғалым. Фотоэффект дегеніміз не дейтін болсақ, бұл Д нұсқасы. Екінші сұрақта, яғни жарық әсерінен заттардың электрондардың ұшып шығуы. Ал құбылыстардың дейді, қайсысы алғаш рет жарықтың кванттық теориясын, жарыққа қатысты нәрсе айтатын болсақ, кванттық теория бұл жерде бізде фотоэффект арқылы түсіндіріледі. Өйткені фотоэффектте бізде жарық өзін бөлшек ретінде көрсетеді деп айтамыз. Частица болады, яғни. Так, Б нұсқасы деп қояйық, тек 3 деп. Так, 40-шы есепке келейік. Бұл сурет, енді біріне ғана форманы білу керек. Жалпы кинетикалық энергия неге тәуелді дейтін болсақ, бұл бізде тәуелді энергияға, минус А. Бірақ энергия дегенде бұл жерде неге тәуелді астанай? Ол жиілікке және де жұмысқа тәуелді болады. Енді жиілікке тәуелді бұл жерде бізде кинетикалық энергия жиілікке тәуелді деп тұр. Сондықтан жиілікке қараймыз. Бұл жерде 3-ші суретте ғана жиілік максималды болып тұр. Сондықтан 3-ші нұсқа болады. С нұсқасы. Неге 4-ші есеп кемиді дейтіндерге сұрайтын болсақ, мына жақта нью макс қойды. Бұл жерде кинетикалық энергия өзгеріп жатқан жоқ, тұрақты да. Ал қалғандарда кинетикалық энергия бізде өсіп жатыр. Сондықтан 3-ші нұсқа бұл бізде сәйкес келеді деген сөз екен. Жақсы, әрмен қарай кеттік. Тағы да бір нұсқаларды алып шығайық. Фотоэффект Эйнштейн теңдеуі қандай заңға негізделген? Бұл энергияны сақтау заңы. Так, формуласы ол бізде H нью, ал мына жерде лямбдаға қатысты ол бізде Б нұсқасы болады. Тоқтатып қарап алсаңыздар болады. Келесі 41-ші есепке келейік. Бұндай есептерді қалай шығарамыз? Енді ең бірінші нью 0 деген нәрсе не екендігіне еске түсіру керек. Бұл бізде красная граница деп аталады. Яғни осыған қарап біз фотоэффект бола ма, болмай ма, соны анықтасақ болады. Фотоэффект болу үшін всегда одан кейінгі жиілік осы нью 0-дан үлкен болу керек. Сол кезде ғана фотоэффект құбылысы болады. Егер нью 0-дан үлкен болмайтын болса, онда бізде фотоэффект құбылысы болмайды деген сөз. Лямбдаға қатысты қалай болады? Лямбдада керісінше лямбда 0 үлкен болу керек лямбдадан. Неге деген сұраққа келетін болсақ, яғни красный граница деген сөзіміз айтып тұрғандай, лямбдадан 0 дегенімізге дейінгі толқын ұзындықтарының бәрінде фотоэффект құбылысы болады. Ал үлкен болып кететін болса лямбдадан 0-ден, онда фотоэффект құбылысы болмайды деген сөз. Ал жиілікке қатысты бізде жиілікте наоборот нью 0-дан үлкен болу керек. Егер нью 0 нью 1-ден үлкен болып кететін болса, бұл жерде де фотоэффект құбылысы болмайды деген сөз. Жақсы, енді мәселе бұл жерде емес, нью 0-ге сәйкес келетін біздегі мынау контурмен беріп қойған нәрсе бұл шығу жұмысы деп аталады. Яғни шығу жұмысы ол бізде 1,5 электровольтқа тең болады екен. Кинетикалық энергияны қалай анықтаймыз? Ол бізде міне сәйкес келіп тұрған, келесі нью 1 жиілікке сәйкес келіп тұрған 2 электровольт, бұл бізде кинетикалық энергиямыз бола салады. Ал энергия, жалпы энергия неге тең дейтін болсақ, бұл екеуінің қосындысына тең, кәдімгі Эйнштейннің формуласы бойынша. Сонда ол екеуінің қосындысы бізде 3,5 электровольтты береді деген сөз. Демек, жұмыс нешеге тең десе, 1,5, жалпы энергия 3,5, кинетикалық энергиямыз 2 электровольт дей салады екенбіз де, кете береді екенбіз. Келесі есеп шарап тастайық. Мынандай бір есеп берілген, нью 1 беріліпті, нью 2 беріліпті. Енді қысқаша нәрсе айтып өтейін. Нью 1 нью 2-ден үлкен деген бұл нені білдіреді? Кинетикалық энергиямыз, бірінші кинетикалық энергия үлкен деген сөз, екінші кинетикалық энергиядан. 3 есе деген сөз, демек 3 есе үлкен деген сөз. Сонда Е кинетикалық 1 дегенді біз не деп белгілей аламыз? 3 Е кинетикалық 2 деп жаза аламыз. Түсінікті ма? Форманы жазып өте салайық. Е кинетикалық 1 дегеніміз не? Это у нас H нью 1 минус А, да? А Е кинетикалық 2 дегеніміз бұл бізде наоборот не болады енді? Так. H нью 2 минус А бола сала ма? Енді мынандай нәрсе ғой. Осы жерден енді біз Е кинетикалық 1 дегеннен қарайықшы. Мынаған қайтып жазамыз біз? Е кинетикалық 1 деген ол бізде H нью 1 минус А ғой. Енді біз Е кинетикалық 1 деген қайтып жаза аламыз? Ол 3 Е кинетикалық 2 да. Түсінікті ма? Осы нәрсенің кішкене болсын білу керек. Так, H нью 1 минус А, дұрыс па? Енді мынаны аштық та бүйтіп. Енді мынаның өзін аша аламыз ғой. Е кинетикалық 2 дегеннің өзі ол бізде неге тең? H нью 2 минус А-ға тең да. Осы тең болады бізде H нью 1 минус А-ға. Осы жерден аны таба саламыз. Сонда А дегеніміз бізде тең болады. H нью 1 минус қанша болады? 3 H нью 2 минус А ма? Негізі бүйтпей ақ қою керек еді, ашу керек еді да, бұл не? Аша салайық, жақсы. Түсінікті болу үшін аша салайық. Так, қазір первоны өзгерте салайын, цветцернил так көк қыла салайық. 3 болсын, яғни H нью 2, дұрыс па? Так, и потом минус 3 А болсын. Тең H нью 1
минус А. Так, түсінікті ғой, Так, осы жерден енді 3H ню 2 минус H ню 1 так, бөлінген 2 тең болады А-ға. Осындай форма қорытып шығарылды. Так, немесе бұны 3H деп жазсақ болады, ню 2 минус ню 1 бөлінген 2 деп қоя салайық. Болып бітті. Енді осыны орнына қойып көру керек болып тұр бізге. Орындарына қойық. 3 көбейтілген 663, так, көбейтілген 2 бөлінген 2 бөлінген 1-де 6. Так. Так. Тексерейік тағы бір. Ең бір-бірінен азайтамыз. Так. Так, барлығы дұрыс сияқты. Ой, мына жерде кішкене қате бар сияқты ғой. Так, ішіне кіреді екен ғой бізден. Так, Мынақты А-ны мынақа өткіздік, 2А болып кетті. Бәрі дұрыс, по идее. Мына жерде мен қателесіп кеттім ғой кішкене. Мына жерде бір қате бар екен. Қандай қате дейтін болсақ, H-ты ғана шығарып алады екенбіз біз мына жерде. Мына жерде бізде не болады? 3 болып кете салады екен да. 3 ню 2. Так, бәрі дұрыс сияқты, енді бір қарап шығайық. Так, H шығардық. Да? Сонда 3 ню 2 дұрыс енді бәрі. Так, орындарына қойып көрейік. Орындарына қойсақ, так, 4-те 4 бөлінген 2. В общем, жуықтап бізде 2,07 электровольт шығады екен. Бұл қайсына сәйкес келетін болсақ, ең нұсқасына сәйкес келеді. Тура осы есепке қарап, біз 58-де есепті шығарсақ болады, 59-де есепті шығара алады екенбіз. Мына есепті стопқа қойып, өздеріңіз жазып алыңыздар, сөйтіп шығарсаңыздар болады. Енді подсказка бере салуға болады. Қандай подсказка? Мына есептің жалғасы ғой, мына 58-57-дің жалғасы ғой. Біз уже фотоэффект құбылысын тауып қойдық қой, яғни А фотоэффект құбылысы бойынша ол бізде H ню 0-ға тең да. Бізге осы мынаны тап деп тұр, осында біз А-ны H-қа бөле саламыз да. А дегеніміз ол бізде 2-де 1 электровольт болды. Примерно 1-де 6, оның минус 19 дәрежесін көбейтеміз нәрде. Мына жерде 663, оның минус 34 дәрежесі бар да. Шарп көрсете салайын до конца. Так, сонда калькулятор бойынша есептейтін болсақ, 2-де 1-ді 1-де 6-ға көбейтем. Так, бөлем 663-ке 0,5 шығады екен. 0,5 нәрде. И оның 20 дәрежесі болады екен герц, короче. Осыған қайсы сәйкес келеді? Қарай салайық. Ойбай, 20-сы несі? 20 емес қой нәрде. 34-тен 19 азайтып қанша болады? 15 болады ма? 15 болады екен. Так, енді қайсына сәйкес келеді бұл? 5, 10-ның 14 дәрежесі деп жазсақ болады онан, Сонда бұл бізде Е нұсқасы бола салады екен. 58-де Е нұсқасы болып шықты. 57-ден Е нұсқасы болды. Енді 56-ны есеп қалай шығарасыздар? То же самое ғой, подсказка беруге бере салайын. То же самое. Бөрде бізде не берілген енді? Дегіл металл үшін фотоэффектінің қызыл шекасына сәйкес келетін толқын ұзындығын анша дейді. Так, осындай деп берілген дейді, толқын ұзындығын табыңыздар дейді. Немесе шығара салайық осы есепті. Сонымен аяқтаймыз бүгін нұсқа талдауды. Так, белгілі металл үшін фотоэффектінің қызыл шекарасына сәйкес келетін толқын ұзындығы дейді. Лямбда 0 деп қойсақ, бұны 800 так, неше болады? 10-ның минус 9 дәрежесі. Металл бетінің толқын ұзындығы лямбда жарықпен жарықтандырғанда фотоэлектрондардың максимал кинетикалық энергиясы электрондардың металдан шығу жұмысынан 3 есе артық болғанына қарағанда дейді. Лямбда толқын ұзындығын табыңыздар дейді. Жақсы, таба салайық. Енді қараңыздар. Жұмыстан не дейді? Металл толқын ұзындығы лямбда жарықтандырғанда фотоэлектронның максимал кинетикалық энергиясы электрондардың металдан шығу жұмысынан 3 есе артық болды дейді. Міне. Жақсы. Енді мынадай нәрсе болған осында бізде бұл жерде. HC лямбда дегеніміз бұл кинетикалық энергия плюс жұмыс қой. Ал HC наяқта лямбда деп қойық. Кинетикалық энергия дегеніміз 3А болады да, и тағы бір А бар, сонымен бұл 4А болады деген сөз. Енді осы жерден лямбдадан табатын болсақ, сонда лямбда бізде бұл тең бола салады, HC бөлінген 4А бола салады. Түсінікті ғой, лямбдадан табу үшін осы форманы қолданамыз. Бірақ А дегеніміз не? А дегеніміз бұл бізде
қызыл шекарадан шыққан нәрсе ғой, яғни h ню 0. Осыны қоямыз да. Сонда hc так 4h ню 0 бола ма? H пен H қысқарады. Сонда қорытқы формамыз бізде c бөлінген 4h ню ғой. Иә, ал мына жақта қызыл шекара берілген, сол үшін не дейміз оны? Ньюді не деп алсақ болады? c бөлінген да лямбда ғой, иә? Лямбда 0 мына жаққа кетеді да, мынамен қысқарады. Сонда лямбда 0 бөлінген 4 бола салады екен да. 800-ді 4-ке бөлетін болсақ, сонда 200 нанометр шыға салады екен. Жауап 59-да А нұсқасы. Дәл осылай бүгінгі нұсқа талдауды аяқтаймыз.